Кеш жарық, құрметті қатысушыларым. Бүгінгі тікелей эфиріміздің тақырыбы жалпы арман мақсатты қалай дұрыс жазамыз. 3 күндік марафонымыз біздің телеграм каналымызда ойдағыдай өтті. Біраз кісілер тапсырманы орындап жекеме жіберіп жатыр. Жарайсыздар. Әлі де жіберіп, әлі де жасамаған кісілер болса, міндетті түрде телеграм каналыма кіріп, жоғары қарай жылжытып, тапсырмаларды көріп, міндетті түрде кезегімен жасау өте маңызды. Себебі бұл тапсырмалар бәрі бір-бірімен байланысты да, логикалық. Яғни бірінші тапсырманы орындасаңыз, міндетті түрде екінші тапсырма осылай кезегімен жасалу керек. Біреуін жасап, біреуін жасамай қоюға болмайды. Жалпы бүгінгі саламатсыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жалпы тағы да тоқталып өтейін. Жалпы арман мақсатты қалай жазамыз? Өздеріңіз де жаңа жылдарыңызбен осы биылғы жылымыз бақ берекелі, ырысты, құтты жыл болғай. Бүгінгі осы тікелей эфирді соңына дейін көрген кісілер керемет инсайт алады деген ойдамын. Себебі біраз маңызды ақпараттар айтатын болам. Сонан аяғына дейін тыңдаңыздар. Көп уақыт болмайды. Ары кетсе 15-20 минут. Сіздердің де өзім де уақытымды алмау үшін осылай өтемін. Енді бастайық. Тікелей эфирді парақшаға сақтаймын. Көрмеген кісілер парақшадан көреді деген ойдамын. Жалпы арман мақсатты қалай дұрыс жазамыз? Көп адамдар осы арман мақсатты жазуды шын мәнінде біз білмейміз, білмейміз. Біз енді білеміз, естігеніміз бойынша, яғни 100 арман жазып алу керек, яғни 1000 арман жаза беру керек, ойыңа қандай арман келеді, соны жаза беру керек, біреуден көрген нәрсені жаза беру керек, не естідің жаза беру керек, сондай ойлар келеді бізге. Соны жаза беру керек деп аламыз да жаза береміз. Кейде тіпті жазбайтын кісілер болады. Жалпы жыл басталған кезде жылды қалай қарсы алады? Жыл басталған кезде негізі бірінші содан бастайық. Жыл басталған кезде біз негізі ең бастысы өткен жылға алғыс айтып, яғни өткен жылдағы жақсы жетістіктерімізді, жеңістерімізді еске түсіріп барып, келесі жылға өтуіміз керек екен. Негізі, өздеріңіз біздің негізі адамның миы былайда, оны мен өткен сабақта да айттым, адамның миы негатив көріп үйреніп қалған. Ол кешегі күніңде не болды десе, біздің миымыз не дейді? Жаман жақты еске түсіреді, бір сәтсіздікті, бір дұрыс жасамаған істерін, бірақ жақсылықтарды, жетістіктерді, дұрыс нәрсені ми еске түсіре бермейді. Сол сияқты өткен жылды қорытындылау тапсырмасын мен сіздерге берген кезде, яғни өткен жылда қандай жақсы жетістіктер болды деген кезде, бұл біздің миымызды автоматты түрде позитивті көрсетуге үйретеді біріншіден. Және қазір WhatsApp'та таралып жатыр, тышқан жылы кетсін, тышқан жылында қандай ауырлық болды, жамандық болды, ойбай деп жаңа тышқан жылын жамандап, осындай ауыр нәрселерді еске түсіру ол дұрыс емес, тағы да айтам. Алғыспен қаншалықты тышқан жылында қаншалықты мүмкіндік болды сізге, қаншалықты жақсылықтар болды, еске түсіріп, барынша жамандықтың бәрін ұмытып, осылай шығарып салуымыз өте маңызды екен. Және солай жасады деген сенімдемін сіздерді, Сол сияқты ми негативті үйреніп қалады, негативті көп көреді, сондықтан негативті еске түсіруге құмар, Енді жалпы арман мақсат жазу неден басталады? Өткен жылға қорытынды және жаңа жылға сол өткен жылыңызбен байланыстырып мақсаттарды жазу. Негізі біз көп адамдар біз бітеміз, қорытындыламаймыз. Біз өткен күнімізді қорытындыламаймыз, өткен айымызды қорытындыламаймыз. Жалпы кешегі күнімізді қорытындыламаймыз. Енді қараңыздар, адамдар неге көбіне стресске түсіп кетеміз?
адамның миы өзінен өзі көбіне стресске түсіп кетіп жатады. Не себепті? Себебі адамның миына не жетпейді? Анализ жетпейді, адамның миына сараптама жетпейді. Түсінесіздер ма? Ол өзінің атқарып жүрген істерінің маңыздылығын түсінбейді да. Миы қаншалықты мен дұрыс істеп жүрмін, қаншалықты менің осы бағытым дұрыс, қаншалықты мен жалпы дұрыс нәрселерді жасап жүрмін, пайда тигізіп жүрмін өзіме, өзгелерге деген сияқты. Ми түсінбейді. Миға сенің ісің дұрыс, сенің айналысып жатқан әрекетің дұрыс, маңызды екенін түсіндіру үшін оған қорытынды қажет, міндетті түрде. Тіпті жылға емес, мен сіздерге айтайын, тіпті өткен айға қорытынды, өткен аптаға қорытынды, өткен күнге, кешегі күнге қорытынды біздің миымызға өте қажет, маңызды нәрсе. Осыны еске сақтап алыңыздар. Егер дамимын, егер шынымен миымды дамытамын, өзімді табамын дейтін болсаңыздар, қорытынды жазып үйреніңіздер. Бұл өте маңызды нәрсе, иә? Мен өзім қазір айналысып жүрмін ол тірлікпен, түсінбейтін бұрын, енді түсініп жатырмын, яғни түрлі курстар өту арқылы. Сонымен қорытынды жазған кезде тағы да айтып өтейін, жетістіктерімізді жазамыз, жақсылықтарымызды жазамыз. Яғни ең бастысы өзіңізге ұнаған, өзіңіз ұнатқан әрекеттерді жазу, иә? Мен марафонда да айттым оны. Соларды жазу, өзіңізге ұнаған, миыңызға ұнаған жағдайларды жазу. Бұл неге алып келеді? Бұл біріншіден неге алып келеді? Бұл біздің самооценкамыздың көтерілуіне алып келеді. Самооценка дегеніміз ол адамның өзін өзі бағалау көрсеткіші. Түсінесіздер ма? Яғни сіз қорытынды жасаған сайын сіздің өзіңізге деген құрметіңіз артады. Сіздің өзіңіздің жаңа көрсеткішіңіз артады. Яғни сіз сырттан, басқа адамдардан, көп адамдар мынандай нәрсені күтіп жүреді. Басқа адамдар маған не айтады осы тірлігіме? Басқа адамдар маған қандай жылы сөз айтады, басқа адамдардан мен қандай қолдау сөз күтемін, менің осы әрекетіме басқа адамдар не айтады деген сияқты. Біз көбіне сондай қолдау, қолпаштау, мақтау сондай күтеміз. Яғни біз адам баласы, үлкен адамдардың өзі бала позициясында өмір сүреміз. Түсінесіздер ма? Бала позициясы дегеніміз ол сырттан күту, яғни бір нәрсені күту. Енді еске сақтайтын екінші түйін, біріншісі қорытынды жасау, екінші түйін ешқашанда ешкімнен сырттан күтпеу, ожидание. Яғни Шекспир айтқан, мен ешкімнен ешқашанда еш нәрсе күтпеймін, сол күтпегенім үшін бақыттымын деп. Яғни күтпеңіздер. Осы нәрсені еске сақтап алыңыздар. Жақсылық сөз, еш нәрсе күтпеңіздер, иә? Өздеріңізге айтып үйреніңіздер. Бұл туралы әлі видеоның соңында тағы айтатын боламын. Енді дұрыс жазуды қалай жасаймыз? Сонымен мысалы, егер кешегі күнге қорытынды жасайтын болсаңыз, кешегі күнімде қандай маңызды істер атқардым? Одан кейін екіншісі, жазып отырыңыздар, қағаз қаламмен ұмытып қаласыздар. Екіншісі, кешегі күнімде, яғни өткен жылымда болмаса, қандай әрекеттерді дұрыс жасамадым? Жазып отырсыздар ма? Белгі бере кетсеңіздер. Кім жазып отыр? Мен көбіне осы сөзді көп айтамын да, жазыңыздар деп. Бірақ көп адамдар бүйтіп ойлайды, мен миым ақылды ғой, жазбай-ақ еске сақтап алады, еске түсіріп алады деп. Вот именно жазбаған кезде мида ол ұзақ сақталмайды, иә, естен шығып кетеді. Сонымен екіншісі, кешегі күнімде қандай әрекеттер дұрыс жасамадым? Соны қалай дұрыс жасауға болар еді? Түсініңіздер ма? Мысалы, біз адам баласы идеал емеспіз. Бір кез келген бір ойды ойлаймыз да, соны жасай салуға тырысамыз. Кешегі күнімде, кешегі жылымда, өткен жылымда дейікші, бақа жылды қорытындылап жатыр ғой, күн емес. Өткен жылымда қандай әрекеттерді дұрыс жасамадым? Осыны қорытындылайсыздар.
түсіндіңіздер ме? Мен оның әлі жазбаша нұсқасын негізі телеграм каналға жіберемін, өзім тап марафонын. 300-дей адам отырсыздар, жарайсыздар, сол жерге жіберетін боламын. Өзім солай жасап жүрмін ғой, дайын менде нұсқасы бәрі. Өткен жылымда қандай әрекеттерді дұрыс жасамадым, иә? Осыған жазасыздар. Кем дегенде 25 әрекет еске түсіріп, соны қалай дұрыс жасауға болар еді. Жаздық қой, иә? Мысалы, мен өзіме мысал келтіре кетсем, өткен жылымда 2020 жылы менің дұрыс жасамаған әрекетім, ол мен жылжымайтын мүлікпен айналыстым. Сондай бір ақша үшін айналыстым десем болады. Ол маған көп табыс әкелетінін көрдім да, ақша үшін айналсам деп солай кірісіп кеттім. Және оны маған ұсыныстар түсті, бас тарта алмадым. Біріншіден солай кірісіп кеттім, бірақ біздің тәж вирус кішкене көмектесті маған. Яғни менің өзімнің жолымды тағы да көбірек тануға, яғни бұл тірлік сенікі емес, сенің салаң басқа, сенің салаң психология, тыныш отыр, жылжымайтын мүлікпен айналыспа деп маған сондай бір көп көмегі тиді. Яғни офисті жаптық, аренданы қойдық, бәрін тастадық. Былайша айтқан кезде көмекшіме өткіздім, өзімнің салама кеттім. Осындай пайдасы болды маған өткен жылда. Сол әрекетті дұрыс жасамадым, мен одан қандай қорытынды шығардым? Яғни мен ойдың әрекеті, адамның ойына күнделікті көп ой келеді. Соған ілесіп кеттім да, мен енді оған ілеспеймін. Мен тек қана ішкі жүрегімнің түбіндегі шынайы қалауыма ілесемін деген сондай өзіме тастай бір не қойдым. Мақсат, жоспар қойдым. Осындай бір әрекеттер болады. Естеріңізге түссе, өзі түседі. Одан кейін келесі сол дұрыс жасамаған әрекеттеріңізді қалай дұрыс жасауға болады? Егер бір нәрсе дұрыс жасалмай қалса, оны қалай дұрыстауға болады? Мысалы, уақыт қою. Егер дұрыстауға болатын болса, әрине. Дұрыстауға болмайтын болса, тастай салыңыз, болды, дұрыс жасамадым, осындай қорытынды шығардым. Ал егер дұрыстауға болатын болса, онда қай уақытта дұрыстаймын? Уақыт қоясыз соған. Міне, осындай күні дұрыстаймын, осы бір аптаның ішінде дұрыстаймын, осы бір ай. Егер өткен жылы мысалы бір туыстарыңызбен кикілжің болса, мысалы, жоқ, осы биыл бір айдың ішінде сол туыстармен тіл табысам деген сияқты жүрегіңіздің қалауыңызбен жазасыз, иә? Көп бұл, әртүрлі салаға. Мен негізі оны 4 салаға байланысты бөліп жазам, жоспарларды. Жалпы білім, денсаулық, білім, кәсіп, көңіл күй деймін. Яғни денсаулыққа байланысты не дұрыс жасамадым? Өткен жылы мысалы мен көп жүгірмедім, өткен жылы, алдыңғы жылы көп жүгіргем, өткен жылы карантин болды, ондай болды, көп жүгірмедім. Қалай дұрыстаймын, яғни көбірек жүгірем. Одан кейін білімге байланысты не дұрыс, бір оқимын деген кітабымды оқымадым, бір ойымдағы нәрсені дұрыс аяғына дейін жеткізбедім. Келесі кәсіпке байланысты бір тағы қосымша бір марафондар өткізу, бір нәрсе ойымда болды, бірақ өткізе алмадым деген сияқты. Мен өзіме қатысты. Соны биыл осылай уақытта атқарамын. Төртіншісі көңіл күй. Көңіл күй ол қарым-қатынас бәрі кіреді оның ішіне. Яғни отношения кіреді, көңіл күй, өзіңізге деген қарым-қатынас бәрі кіреді. Өткен жылы мысалы мен өзімді бағаламадым, көп енді ол шыға береді. Оны мен әлі толықтырып айтамын, иә. Осылай 4 критерий бойынша бағалайтын болсаңыздар, өте оңай болады. Одан кейін, өткен жыл, одан кейін енді биылғы жылғы жасағым келетін істер. Яғни биылғы жылы сіз жаңа өткен жылда қорытындыладыңыз ғой, соны қалай, қайсысын жалғастырғыңыз келеді, соны жазасыздар. Биылғы жылы қайсысын жалғастырып жасағыңыз келеді, соны жазасыздар. Міндетті түрде логикалық байланыс болу керек деп өткенде де айттым, міндетті түрде жазыңыздар. Одан кейін келесі қандай жаңа істер көргіңіз келеді? Вот ең маңызды, қандай жаңа істер сіз байқап өзіңізді, қандай жаңа істе өзіңізді байқап көргіңіз келеді? Мысалы, көлік жүргізу ма, болмаса бір неше түрлі адамның ойына келеді ғой бір іс. Міндетті түрде келеді адамның ойына.
жазасыздар, міндетті түрде жазыңыздар, оннан кем емес. Қандай жаңа іс, мысалы өткен жылғымен байланысты істеріңіз итак жаздыңыздар, мынаны істегім келеді екен, өткен жылы мына істі көріптім, мысалы мына бір инстаграм, мысалы видео көп қой, курсты көрдім, бір нәрсе, соны жалғастырғым келеді, ол бөлек. Одан кейін қандай жаңа істер жасағым келеді, ол бөлек. Мысалы менің ойыма, білмеймін, мынандай ой келеді да, мен мысалы право алғым келеді екен машинаға, не үшін екенін білмеймін, сондай ой келді маған. Мен машина да жоқ, менде әлі машина алам деген ой да жоқ, бірақ право алу керек деген бір ой келді. Енді ондай ой келген кезде мен өткенде де сіздерге тапсырма бергем, қандай жаңа істер көргіңіз келеді, сол кезде мынандай белгі қою керек. Біреусі ойланамын, сұрақ белгісі, ойланамын, сұрақ белгісі. Екіншісі, егер ол ой біреудікі, сіз біреуден көрген, біреуден қалыспау, жаңағы біреуге көрсету үшін, мақтану үшін, егер жазған болсаңыз, біреуден сондай болған болса, оның қасына ол мақсатты вообще сызып тастау керек, ол мақсатты сызып тастау керек. Үшіншісі, жаңағы өзіңіздікі болса, мақсат, ол кезде сіз қасына жүрекше қойыңыз. Мысалы, мен жүрекше қойған жақсы көрем, яғни жүрегімнен шықты деген сөз, яғни өзімнің бұл қалауым. Мысалы, мен жаңағы право алу деген нәрсе, бұл менің қалауым айтып тұр ма, әлде менің ойым айтып тұр ма, мен әлі білмеймін да. Мен оның қасына жаңағы әлі ойланамын деп тұрмын, сұрақ белгісін қойып тұрмын. И жылдың ішінде ол әлі мен қарастырамын, мен өзім ноутбукте Wordта жасаймын, Word программасында жасаймын, сол өте ыңғайлы. Ал егер дәптерге жазатын болсам, кішкене андайда толықтыру жаза алмайсың да. Әркімге өзіне қалай ыңғайлы, солай жазсын, солай жазасыздар, Сіздің телеграм каналға қалай қосыламын? Телеграм канал нейропсихология деп телеграм каналдан искать етсеңіз, ағылшынша теріп шығу керек. Болмаса, мен жоғарда профилімде тұр ғой, соның үстін бассаңыз өту керек сіздер. Профилде тұр ғой менде, описанияда. Сонымен келесі қандай инсайт ойлар келді? Қандай инсайт ойлар келді? Өткен жылда сізге қандай ойлар келді? Осын жазыңыздар, міндетті түрде. Қандай ойлар келді? Есіңізге түсіріңіздер. Бір нәрсені көргіңіз келді, бір нәрсені жасағыңыз келді, міндетті түрде жазасыздар. Мен бұл нәрсені мен күнделікті жазатын болып жүрмін. Себебі адамның миына күнделікті 70-80 мың ақпарат келеді. Соны ұстап қалу керек та адам. Негізі өмір деген ол креатив қой, сондай ойлар келеді, соларды жүзеге асыру, соларды дұрыс пайдалану, соларды бақыттау, миыңды дұрыс басқару осындайдан басталады. Ол үшін миды позитивті көріп үйрету, яғни сондай жақсылықтарды көріп үйрету. Және ең соңғы жазатын нәрсем алғыс жазу. Яғни алғыс ол окситоцин гормонын бөлдіреді адамның бойында. Окситоцин деген қандай гормон? Ол біздегі қуаныш гормоны, яғни біздің өмір сүруге деген құлшынысымыз артады. Алғысты көбірек айтып жазған сайын өмір сүруге деген құлшынысымыз артады. Бізде кортизол гормоны азаяды. Кортизол, адреналин деген гормондарды енді МКТ өткен кісілер білу керек. Яғни бізді негізі адам баласын гормондар басқарады. Бізді гормондар басқарады. Егер сіз стрессте отырсаңыз, күйзелісте отырсаңыз, онда сізді басқарып отырған гормондар дұрыс емес деген сөз. Яғни сіз өзіңіз гормондарға, жаңағы гормондардың басқаруына жіберіп отырсыз. Сонымен тікелей эфиріміз аяқталды. Ең маңызды нәрселерді айттым деген ойдамын. Қандай сұрақтарыңыз бар, қоя отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қоя отырыңыздар. Не түсінікті, не түсініксіз. Бұл тікелей эфирдің жазбаша түрін телеграм каналға, описанияға мен жіберемін. Міндетті түрде, сосын айтатын нәрсе, мынандай бар да, бітпеңіздерші. Мен 100 мақсат жазуым керек, мен 1000 мақсат жазу керек, мен бір қанша мақсат шығады, ойларыңыздан сонша ғана жазасыздар.
үшеу ма үшеу ақ жазыңыз, қажет емес, миды загружать етіп қажет емес. Әркімнің ерекшелігі, әркімнің қабілеті, әркімнің ойлау деңгейі әртүрлі. Ешкімге ұқсамайды. Сондықтан егер сол жыл бойына егер бір мақсатыңыз сізге қызықсыз болып жатса, жаңадан жазылған мақсаттарыңыз, сызып тастауға дайын болыңыздар. Оған бола өздеріңізді кінәлап, мен бір мақсатты орындай алмадым деп стресске түсіп, күйзеліске түсудің қажет жоқ. Яғни көңіліңіз қалай қалайды, солай жасаңыздар. Түсінікті ғой? Бұл өмірде ең басты нәрсе, менің түсінгенім, адамның өзінің қалауына ілесіп өмір сүру. Адам қашан өзінің қалауын біледі, адам қашан өзінің желаниясын түсінеді, ішкі дейді ғой, жүректен шыққан өзінің сезімін түсінген кезде адам бақытты бола бастайды. Ал егер сіз осы уақытқа дейін біреудің қалауын, біреудің арманын, біреудің мақсатын орындап келген болсаңыз, ары қарай соны жалғастыра бересіз. Себебі адам шаблонға түсіп қалған. Сіз одан шыға алмайсыз. Ал қашан сіз шаблоннан шығып, білім алып, өз қалауыңызды орындауға ұмтыласыз, жалпы өзіңіздің мінезіңіздің ерекшелігін түсінесіз, сол кезде адам дұрыс өмір сүре бастайды. Бұл туралы менің сіздерге дайындаған жалпы 2 апталық курсым бар. Сол жерде біраз самооценканы көтеруге байланысты біраз ақпараттар беретін боламын. Егер тіркелем десеңіздер, курстың бағасы негізі 7.000 теңге, бірақ VIP 3 түрі бар. VIP түрі 7.000 теңге, ол жеке консультация алу арқылы жұмыс жасайтын кісілер. Екінші түрі ол куратормен жұмыс жасайды, ол жерде ол бағасы 3.000 теңге. Үшіншісі стандарт 2.000 теңге, топпен бірге жұмыс жасайсыздар. Осындай 3 түрлі бағада тіркеле аласыздар. 2 апта болады біздегі осы марафон. Осы уақытқа дейін қаншама кісілер қатысты, қаншама адамдар өзгеріс көріп жатыр. Енді тіркелем десеңіз, өздеріңіз біліңіздер. Номер жазам төменде, соған жасаңыздар, жауап береді менің көмекшілеріме. Каналда қандай марафон жүргізудесіз? Каналда осы арман мақсатты дұрыс жазу марафоны. Сосын бұл каналға, достар, таныстарыңыз болса тіркей беріңіздер. Жыл бойына ғой бұл арман мақсат жазу деген. Біреулер, мен не үшін асықпадым, не үшін мен жаңа жылдан кейін жүргізіп отырмын. Біреулер күтті, 31-не дейін бүкіл арман мақсатты жазып, қанттай болып 1 қаңтарды керемет қып қарсы алайын деп. Бірақ оның қажеті жоқ. Адам жыл бойына жазады арман мақсатты. Сіз ең басы дұрыс жазудың техникасын үйрену. Осы менің айтпағым, осы менің бермегім болды. Дұрыс жазудың техникасын үйреніп алсаңыздар, өздеріңізді дұрыс басқаруды үйреніп алсаңыздар, ол жылдың соңы ма, жылдың басы ма, жылдың ортасы ма, оның айырмашылығы жоқ. Сондықтан арман мақсатты жазу ол өзіңізді басқарудан басталады. Каналға тіркелем деген тіркелгісі келетін кісілер 8775-248, мен нөмірім жазып қойыншы. Осыған жазыңыздар, өзім жауап берем. Көмекшімнің нөмірі бар еді, оны есіме түспей тұр ғой. Осы нөмірге жазыңыздар, 8775-248-7390. Жалпы марафонға тіркелу туралы да жазсаңыздар, ақпарат береміз. Марафонға тіркелу үлгеріңіздер енді. 3 күнде үлгеріңіздер, ары қарай болды уже доступ жабылады. Себебі артынан тіркеп ол болмайды ғой. Ал егер жоқ, жекелей жұмыс жасайым, асықпай тіркелем десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Сонымен сұрақтарыңыз бар ма? Жалпы осы 3 күндік марафонда қандай нәтиже алдыңыздар? Бір нәрсе түсіндіңіздер ма? Біз не істедік 3 күндік марафонда? Біріншісі, кеңістікті тазарттық. Кеңістікті тазарту не үшін бердім бұл тапсырманы? Энергияны тазартасыздар. Жан жағыңызда энергия ашылады да, артық заттарды кеткен кезде сіздің призмаңыз ашыла бастайды.
Сондықтан кеңістікті тазарту өте маңызды. Ер адам болсын, әйел адам болсын, кеңістікті тазартып алу өте маңызды. Жасаған кісілер енді әсерін көріп жатыр. Екіншісі не? Миды тазалау. Миды тазалау, яғни ішіңіздегі бүкіл қоқыс, бүкіл сіздің проблемаңыз шығарып тастау. Екінші тапсырма, не үшін? Сіз өзіңіздегі мәселені тереңірек түсіну үшін. Келесісі қандай? Өткен жылыңыздағы жақсы істерді жазу. Оны мен жаңа да айтып өттім, не үшін керектігі. Төртіншісі қандай? Сол жылдармен байланыстырып өзіңіздің жаңа мақсаттарыңызды жазу болатын. Сұрақтарыңыз бар ма? Қойыңыздар, жауап беремін. Сұрақтарыңыз болса, эфир аяқталады. Қанша болды? Сағат Нұрай? Эфирді көп адамның миы негізі 25 минуттан артық ақпаратты қабылдамайды. Менің бұрын эфирлерім 1,5 сағат болатын. Ол дұрыс емес, түсіндім. Көп ақпарат беріп тастаймын да, адам көтере алмай қалады екен. Осылай қысқа нұсқа 15-20 минутта сіздерге түсінікті қылып беруге тырысып жатырмын. Менің сіңілім тек негативте жүреді, тек негативті көреді. Ол тек қана сіздің сіңіліңіз емес, тағы да айтам, адамның миы негатив көреді. Адамның миында жан сақтау күйі бар. Жан сақтау күйі дегеніміз не? Жалпы біздің табиғат әлемінде кез келген жануар, құстар болсын, жалпы жан сақтау күйінде өмір сүреді. Өз-өзін қорғау, яғни жамандықтан қорғайды. Адамның миының да қызметі бей или беги, яғни қорға немесе қашы. Сондықтан ол негатив көріп үйреніп қалған адамның миы. Негатив көрген сайын адам негативті көре береді. Адамдардың ерекшелігі бір-бірімен қандай деңгейде? Негативті көп көретін адам, негативті аз көретін адам. Миды да шынықтырып үйретсе, позитив көруге, позитивті байқауға миды үйретуге болады. Ол деген бір күнде бола салатын нәрсе емес, ол жұмыс жасау арқылы келеді. Түсінесіздер ма? Ол негативті көп көретін адам жаман адам деген сөз емес, тағы да айтам. Ол просто соған түсіп кеткен миы, сол өз-өзін төмен санап, негатив көріп, бір сиқырлы таяқ іздеп, сөйтіп жүретін адамдар көп қой қазір. Біреуден бір көмек күтіп, оның бәрінен шығуға болады. Ол психологиялық мәселе. Осы айтайын деген. Басқа қандай сұрақтарыңыз бар? Жазыңыздар, жауап беремін. Залым есің жаба қойшы. Жаба қой залым. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақтарыңыз болмаса, эфирді аяқтайын. Жалпы марафон ұнады ма 3 күндік сіздерге? Бұл марафонға тағы да айтам, таныстарыңыз болса, сіңіліңіз бар ғой, қоса беріңіздер. Жыл бойына қосылып ашық тұрады марафон. Жасай берсе болады. Жыл бойына жарайды бұл нәрселер. Бірақ енді арғарай курспен жалғастырса, эффектісі, әсері көбірек болады да. Сондықтан жалғастырыңыздар. Мен де бір курс өткізуге қатты бір, қалай айтсам болады, уақытым да бір кішкене желание дейді ғой, аздау. Бірақ бүгін мынандай нәрсе бар да, сенің әрекетің көп адамды бақытты етеді ма? Сенің әрекетің көп адамды бақытты ететін болса, оны жаса дейді. Ал егер сенің әрекетің жаңағы бақытсыз ететін болса, мысалы, жаңағы сол әрекетті жасайым деп жасамай қалсаң, өзің бақытсыз болып қаласың, онда ол өз қалауың. Сондықтан менің осы марафон жүргізу, жалпы тегін марафон жүргізу, бұл деген менің басты мақсатым. Курс жүргізу, ол көп адамды бақытты ету, көп адамға пайдамды тигізу. Яғни сіздердің өз жолдарыңызды табу, мынандай қиялға бір, қазір көп қой, аффирмация айтсаң, ақша елестет, денежный поток елестетіп кетсең, аяқ астынан миллиондар келеді. Ондай өтірік сиқырлы әңгімеге сенбей, действительно, реально өмір сүру, реально мимен жұмыс жасау, миыңды дамыту, самооценкаңды көтеру, адамдарды бағалап үйрену, өзгелерді құрметтеп үйрену, өзіңді құрметтеп үйрену. Сол кезде дұрыс кәсіппен айналысу, сол кезде ғана өмір өзгереді. Осы айтпағым, миды басқарып үйреніңіздер. Сіздердің әрекет көп адамға пайда келтіретін болса, жасаңыздар.
яғни өзімнің үйренгенімен, өзімнің жасап жүрген әрекетіммен сіздермен де бөлісетін болам. Эфирге кейін қосылып жатыр екен кісілер, аяқтайын. Қайтадан басынан бастап көрсеңіздер болады. Курсқа тіркеліп үлгеріңіздер. 3 бағада дедім. Яғни менімен тікелей жұмыс жасайтын телефонмен сөйлесу арқылы ол 7000 теңге, VIP премиум 3000 теңге, куратормен жұмыс жасайсыздар топта 2950 теңге. Одан кейін 1950 теңге ол стандарт. Ол жерде де топпен жұмыс жасайсыздар. Сондықтан үлгеріңіздер, миларыңызды дамытыңыздар. Әрқайсыңыз бақытқа лайықсыздар, әрқайсыңыз өзгеріске лайықсыздар. Жай ғана білім алу адамның өмірін өзгертеді, ойын өзгертеді. Сиқырлы таяқ іздемеңіздер. Білім алу, тәжірибе адамның өмірін өзгертеді. Мен оған көзім толық жетті. Сондықтан просто естіген нәрсені жасау, білімге ұмтылу керек. Сұрақтарыңыз бар ма? 4 адам отыр екен. Маңызды ақпарат айттым деп ойлаймын. Басынан бастап көріп алыңыздар, сау болыңыздар. Эфирді аяқтаймын. Қалай аяқтайтын? Завершите.